Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Дүние тану сабағына қош келдіңдер. Менің атым Исаинова Гүлсім Оразовна. От, дос па, әлде жау ма? Тақырыбын жалғастырамыз. Оттың әкелетін пайдасын есіне түсір. Отта тамақ пісіреміз. Далада от жағып, жылынамыз. Отпен үйді де жылытамыз. От арқылы металл балқытамыз және тағы басқа. Өрт шықпау үшін қандай ережелерді ұстану керек? Сіріңкемен және плитамен ойнауға болмайды. Шыршаға майшам мен сынған гирляндаларды орнатуға болмайды. Қосылған электр құрылғыларын қараусыз тастауға болмайды. Орманда от жақсан, кетерде оны өшіру керек. Үйдің және қораның жанында от жағуға болмайды. Егер өрт басталса, не істеу керек? Балалар, ақпаратты мұқият тыңдап, естеріне сақтаңдар. Біріншіден, 101 немесе 112 телефондары арқылы өртке қарсы қызметін шақыру керек. Үйдің мекен жайын айтып, ненің қайда жанып кетуін, атың мен тегіңді және телефон нөмірін айту керек. Шағын жануды өздігінше қол астындағы заттармен, сумен, құммен, өрт сөндіргішпен өшіруге болады. Өрттен шкафта, кереуеттің астында тығылуға болмайды. Егер өртті өздігінше өшіруге мүмкіндік болмаса, онда бөлмеден шығып кету керек және артынан есікті сықап жабу керек. Көршілерге хабарлап, үлкендерді көмекке шақыру керек. Егер де бөлмеден шығу мүмкіндігі болмаса, онда таза ауа бар жерді табу керек. Түтінге толған бөлмеде суланған мата арқылы тыныс алу және еңбектеп қозғалу керек. Лифтті қолдануға болмайды, сатымен түсу керек. Балалар, естеріне сақтаңдар. Отпен ойнау жақсылыққа келмейді. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.